Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз ұбт нұсқалары бойынша бір есеп шығаратын боламыз. Бұл есеп көріп отырғандарыңыздай ерітінді тақырыбына арналған. Есептің берілген оқып танысып жазып алайық. Бізге не берілген? Глюкоза ерітіндісінің массасы 200 грамм. Ол ерітіндідегі еріген зат глюкозаның массалық үлесі 54%. Осы глюкоза ерітіндісі не істейді? Спирттік ашуға түседі. Сол кезде газ бөлінеді екен. Оның көлемі 11,2 литр. Бізге табу керек ерітіндідегі қалған заттардың массалық үлестерін табу керек бізге. Ерітіндіде қандай заттар қалады? Енді оны білу үшін біз алдымен реакцияны жазып алайық. Ол үшін бізге глюкозаның спирттік ашуы деген реакция керек. С6, H12, O6. Бұл көмірсулар класына жататын зат. Оның бірнеше жолмен ашитынын білетін боларсыздар. Ашудың бір жолы спирттік ашу. Атында айтылып тұрғандай, бұл жерде спирт түзіледі. Этил спирті түзіледі және көмір қышқыл газы бөлінеді. Бұл жерде газ бөлінді деп тұрғанда, сол көмір қышқыл газының көлемі туралы айтып тұр. Енді бұл реакцияны теңестіреміз. Мұнда 2 қоямыз, мұнда 2 қоямыз. Реакциямыз дайын. Енді осы реакция бойынша есептеуді жүргіземіз. Реакция барысында бізде 11,2 литр газ деген бөлінді. Ол бойынша біз реакцияға түскен глюкозаның массасын тауып аламыз. Глюкозаның мольдік массасы қажет бізге С6H12O6, 12 көбейту 6 қосу 12 қосу 16 көбейту 6, бұл 180 грамм мөлдігі. Яғни глюкозаның 1 молінің массасы 180 граммға тең. Енді оны глюкозаның астына жазамыз 180 грамм деп, өйткені біз реакцияда 1 моль глюкоза көріп тұрмыз. Жерде коэффициент жоқ, яғни ол 1 моль дегенді білдіреді. Ары қарай көмір қышқыл газының астына не жазамыз? Үстінде литрмен берілгендіктен, астына біз литрмен жазуымыз керек. 1 моль кез келген газдың көлемі 22,4 литр болғандықтан, 2 моль көмір қышқыл газынікі 44,8 литр болады. Енді X-ті есептейміз. Ол үшін 180 граммды 11,2-ге көбейтіп 44,8-ге бөлеміз. Мен 45 грамм глюкоза реакцияға түскен екен. Енді ары қарай осы реакция бойынша біз түзілген спирттің массасын таба аламыз. Оны Y грамм деп алайық. Енді пропорция құрамыз. Бұл жерде тағы да көмір қышқыл газы бойынша пропорция құрамыз. Спирттің астына не жазамыз? Бізге спирттің мольдік массасы қажет. С2H5OH. 12 көбейту 2, 24 болады. 24-ке 5 қоссам, 29, оған 1-ді қоссам, 30, 30-ға 16-ны қоссам, 46 грамм мол болады. Бұл 1 моль этил спиртінің массасы. Бізде реакцияда 2 моль тұрғандықтан, оған көбейтеміз. 46-ны 2-ге көбейтіп, 92, яғни астына 92 грамм деп жазамыз. 92 грамм. Яғни біз реакцияның мына жағында пропорция құрып жатырмыз қазір. Y-ті табамыз. Ол үшін 92 граммды 11,2 литрге көбейтіп 44,8-ге бөлеміз. 23 грамм этанол болады екен бізде. Бұл реакция барысында түзілді. Осы жерде бізге не табу керек еді бұл есепте? Сол мақсатымызға қайттан оралайық. Қалған ерітіндідегі заттардың массалық үлестері омега. Яғни бізде реакция жүргеннен кейін ерітіндіде не бар?
Біріншіден бізде спирт түзілді, яғни біз спирттің массалық үлесін табуымыз керек. Екіншіден, мына глюкозаның бізде 45 граммы реакцияға түскен. Ал барлық глюкоза қанша екен? Оны біз мына жерден табамыз, жоғары жақта. Яғни бізге глюкозаның да массалық үлесін табу керекпіз. Ал көмірқышқыл газы ол ұшып кетеді. Енді бізде басында реакция жүрмес бұрын глюкоза қанша болды, соны тауып алайық. Ол үшін біз 200 граммды 54-ке көбейтіп 100-ге бөліп, яғни осы ерітіндідегі таза сусыз глюкозаның массасын табамыз, Яғни 200 грамм көбейту 0,54, 54%-ді 0,54 деп алсақ болады, 108 грамм глюкоза басында болған екен, Реакция жүргенде жұмсалды 45 грамм. Яғни қалған глюкозаның массасын табамыз. Қалғаны деп. Ол үшін басында болған 108-ден 45 грамм реакцияға түскенді азайтамыз. Сонда 63 грамм глюкоза бізде қалған екен. Енді глюкозаның массалық үлесін табу үшін бізге реакция біткендегі ерітіндінің массасын табуымыз керекпіз. Яғни ерітінді жалпы массасын табуымыз керек. Ол үшін біз ерітіндінің жалпы массасы 200 граммнан азайтамыз мына бөлініп кеткен газдың массасын. Бірақ бұл жерде газ бізде литрмен тұр. Оны массаға айналдыру керек. Ол үшін не істейміз? Алдымен көмірқышқыл газын 11,2-ні 22,4-ке бөліп мольге айналдырамыз, 0,5 моль көмірқышқыл газы 1,2 литрмен беріліп тұрған шама, моль бойынша ол 0,5 моль. Енді бұны массаға айналдырамыз. Ол үшін мына формула бар ғой бізде. Осы бойынша масса деген N-ді M-ға көбейтеміз, 0,5 мольді көмірқышқыл газының мольдық массасы 44-ке көбейтеміз. Сонда 22 грамм екен. Яғни 22 грамм көмірқышқыл газы бөлініп ұшып кетті. 200-ден 22-ні азайтамыз. Ерітіндінің массасы реакция жүріп өткеннен кейін қалған 178 грамм екен. Енді мына жерден орын босатайық. Глюкозаның массалық үлесі 63 граммды бөлеміз. Ерітіндінің массасы 178-ге және көбейтеміз 100-ге. 35-те 39% екен. Не бұл? Глюкозаның массалық үлесі. Енді ерітіндідегі екінші зат этил спиртінің массалық үлесін табайық. Бізде спирттің массасы 23 грамм, оны ерітіндінің массасы 178 граммға бөліп 100-ге көбейтеміз. 12-де 92% екен. Бұл біздің екінші жауабымыз. Сонымен жауаптарды белгілейтін болсақ, бізде Б жауабымыз дұрыс, және де не жауабымыз дұрыс болады екен. Осымен есебімізді аяқтадық. Сұрақтарыңыз болса, пікір бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Егер де видео сабақ пайдалы болған болса, лайк басып, пікір қалдырып, каналды қолдап кетуді ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.